Кірі сабын қарапайым гигиеналық құрал ғана емес, күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылатын пайдасы мол жуғыш зат. Кірі сабынның пайдасы мен зияны қандай? Жалпы сабынның шығу тарихын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сабынның шығу тарихы сонау Вавилоннан бастау алады. Кейіннен Египет, Рим, Греция секілді алпауыт елдерге тараған. Қазірде сабынның түрі көп. Олардың басым көпшілігі түрлі бояулар мен химикаттар қосылған. Эксперттердің сөзінше, сабынды ағарту үшін олардың құрамына диоксид титаны сияқты химиялық заттар қосылады. Ол адам ағзасы үшін өте зиянды, терге тисе аллергия тудыруы мүмкін. Сұрақ: табиғи кір сабынды қалай ажыратамыз? Табиғи кір сабынның түсі қанық, сарғыш және қоңыр болып келеді. Өйткені оның құрамында май қышқылы көп мөлшерде. Соның әсерінен иісі өткір не жағымсыз болады. Ал ақшыл түсті сабындардың иісі жағымды болатын себебі құрамында арнайы ароматизатор мен химиялық заттар бар. Кір сабынның бетінде 65 немесе 72% нені білдіретін білесіз бе? Бұл сабынның құрамындағы май қышқылын білдіреді. Ең пайдалысы 72% сабын. Табиғи кір сабынның берер пайдасы мол. Жұқпалы аурулардың алдын алады, нағыз дезинфекциялаушы зат. Аяқтағы грибок ауруын емдеуге де көмектеседі. Іріңді жараларды тазартады. Үй шаруасындағы әйелдер сабынның ағартқыш әсері үшін оны киім жууда қолданады. Қазіргі ыдыс жуғыш заттар тиімді емес. Олармен ыдысты жуған соң таза сумен ұзақ шаю керек. Себебі құрамында химиялық заттар көп. Оның орнына кір сабын кез келген кірді оңай жуады. Сумен де тез шайылады. Кір сабынды қайызғаққа қарсы қолдануға да болады. Су сабымен жуған соң шашыңызды кір сабымен жуып, әрі қарай сірке суы қосылған сумен шайыңыз. Бетіңізде безеу көп болса, кір сабының көбігімен жуыңыз. Кейін ылғалдандыратын крем жағуды ұмытпаңыз. Бірақ абай болған жөн. Себебі теріңіз құрғақ болса, қолданбаған дұрыс. Кейбір мамандар қазіргі сабынның бағасы қаншалықты қымбат болса, пайдасы соғұрлым аз деген пікірде. Себебі құрамындағы қоспалар сабынның бағасына әсер етеді. Қазақ халқы ертеден қара сабынды қайнатқан. Қара сабынның құрамы бар болғаны 2 қоспадан тұрған. Оның бірі қойдың майы, екіншісі адыраспанның күлі. Мамандардың айтуынша, ертеде қазақ майлы тағамды, әсіресе етті көп жегендіктен киімдері де соған сай майланып кірленетін болған. Сондықтан қара сабын алдымен киім-кешекті мұнтаздай қылып, таза жуу үшін қажет болыпты. Қара сабынның денеге кері әсері байқалмағанын үлкендер кейіннен біліп, денеге шыққан қышыма, қотыр, бөрткенді де сол сабынмен шайып, денеге дерт жоламайтынын анықтаған. Үлкендердің айтуынша, ертеректе сабынды кез келген адам қайната алмаған. Тіпті сабын жасайтын қазанның маңына бөгде адам жоламаған. Жасаған адам алдымен Алладан ісіне игілік сұрап бісмілласымен бастаған.
егер сабыны дұрыс қайнамаса, сабын қайнатқан адамның жолы ауыр болады деп ырымдаған.